Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 19 ғасырдағы Қазақстандағы білім беру мен ағарту ісі. Зерттеу сұрағы: 19 ғасырда Қазақстанда оқу-ағартушылық мекемелер қандай формада дамыды? Сабақтың мақсаты 19 ғасыр екінші жартысындағы ағарту ісі мен білім берудің даму ерекшеліктерін түсіндіру. Білім күш дейді. Әйгілі ағылшын философы Фрэнсис Бэкон. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Бұл мақалда қазақ халқының арасында кең тараған. Демек, қазақ халқы ертеден-ақ білімді, сауатты болуға ұмтылған. Әр ата-ана өзінің баласының әдепті болуына, сауатты, парасатты болуына үлкен көңіл қойып баулыған. 19 ғасыр екінші жартысында қазақ ауылында балалар медреселерде, мектептерде мұсылманша білім алды. Негізінен оларға дәрісті молдалар берді. 19-20 ғасырлардың бас кезінде Қазақстанда халыққа білім беру ісі діни және зайырлы бағытта жүргізілді. 19 ғасырдың ортасына дейін қазақ балаларына арналған мектептер мен медреселер ашылды. Халық арасында әсіресе медреселердің беделі ерекше болды. Онда молдалар мен медресе мұғалімдерін даярлады. Медресе шәкірттері ислам дінінің негіздері бойынша бастауыш білім алумен қатар философия, математика, медицина, тарих, тіл білімі, лингвистика және астрономия жөнінде білім алып шықты. 1870 жылдан бастап патша өкіметінің бастамасы бойынша медреселерде міндетті түрде орыс тілін үйрету енгізілді. Қазақ балаларының мектептер мен медреселерде мұсылманша білім алуы отаршылдық әкімшілікті қанағаттандыра қойған жоқ. Діни мектептер мен медреселерде балаларын оқытқысы келетін қазақтар отаршылдық органдар мен мекемелерден рұқсат куәлігін алуы тиіс болды. Медреселердегі негізгі оқу құралы шариат ұл иман, немесе иман шарт болды. Мектептерде 8-ден 17 жасқа дейінгі балалар, медреселерде мектептен алған білімін одан әрі тереңдетуді қалайтындар оқыды. Медресе оқушылары талиб улам, білімге ұмтылушылар деп аталатын еді. Медреселерде араб философиясы, мұсылман дінінің негізгі қағидалары, дін философиясы, араб және парсы тілдерінің негізі оқытылды. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасыр басында түркі тілдес мұсылман халықтары арасында өріс алған мәдени ағартушылық қозғалыс жәдитшілдік деп аталды. Жәдит араб сөзі, жаңа әдіс деген мағына береді. Жәдиттік қозғалыстың, жаңа әдіс қозғалысының көшбасшыларының бірі Қырым татары Исмаил Гаспринский болды. Ол өз идеясын Ресейдегі түркі халықтарының арасында таратып, жәдитшілдік қозғалысты жандандырды. 20 ғасырдың бас кезінде дәстүрлі мектептер мен медреселер қоғамның өскелең талаптарын қанағаттандырудан қалды. Жаңа әдістемелік мектептер пайда бола бастады. Мұсылман мектептерін реформалау қозғалысын жәдитшілдер ұйымдастырды. Исмаил Гаспринский өз ілімдерін тәржіман газеті арқылы насихаттады. Жәдитшілдер мектептерде арифметика, география, жаратылыстану, тарих сияқты басқа да зайырлы пәндерді оқыту қажеттігін дәлелдеді. Жаңа әдістемелік мектептерде білімді де білікті мұғалімдер сабақ берді. Оларда қажетті оқу құралдары мен жабдықтары жеткілікті болды. Оның үстіне оқыту әдістемесі де әлдеқайда тиімді еді. Олардың негізгі мақсаты білім беруді дамыту, Европаға бағыт алу болатын. Қазақстандағы ең алғашқы жаңа әдістемелік мектеп 1900 жылы Түркістан қаласында ашылды. Қазақ зиялыларының едәуір бөлігі жаңа әдістемелік мектептерде білім алып шыққандар болатын. Мәселен, Уфадағы Ғалия медресесінде Бейімбет Майлин, Орынбордағы Усмания медресесінде Қайреддин Болғанбаев, Семейдегі Ахмет Риза медресесінде Абай Құнанбаев жаңа әдістемелік оқыту методикасын жақтаушы ұстаздардан дәріс алған болатын. Медреселер қазақ халқына дәстүрлі білім алу жолымен рухани тұрғыдан үлкен тәрбие беретін ағарту орындары еді. Алайда жаңа әдістемелік мектептер елге кең көлемде тарай алмады. Патша үкіметі жаңа әдістемелік мектептердің ашылуына барынша қатты қарсылық көрсетті. Соның салдарынан 1917 жылы Қазақстан аумағында 100-ге тарта ғана жаңа әдістемелік мектеп бар еді.
Қазақ жерінің Ресейге қосылуымен ағартушылық білім беру саласында да біраз өзгерістер орын алды. Бөкей ордасының ханы Жәңгір ағартушылық қызметімен көзге түсті. Жәңгір хан орыс, араб, парсы, татар тілдерін жақсы меңгерген, неміс тілінен де хабардар, ежелгі шағатай тілін меңгерген болатын. Ресей мұражайлары коллекциясын көрген ол, еліне оралған соң тарихта Жәңгір ханның қару-жарақ палатасы деген атпен қалған қару-жарақтар коллекциясын жасады. Медициналық білім беретін бөлім дәріхана ашты. 1835 жылы ішкі ордада мешіт салып, оның міндетіне мектептердегі молдалардың жұмысын қадағалау, діни сауат ашу жұмыстарын кіргізді. 1841 жылы 6 желтоқсанда Жәңгір хан өз жеке қаржысына мектеп ашты. Онда ислам дінінің тарихы, орыс тілі, арифметика, география, тарих оқытылды. Мектеп түлектерінің қатарында белгілі этнограф ғалым Мұхаммед Салық Бабажанов болды. Жәңгір хан қазақ хандарының ішінде алғашқы болып, ішкі ордада қазақтардың мәдени өмірінің жаңаруына бастамашы және жүзеге асырушы болды. Жәңгір мектебі дала қоңырауы. Бұл тарихтағы Жәңгір ханның ағартушылық пен білім беру саласындағы істеген нәтижелі оң еңбектерінің бірі болды. Оқушылар, сіздерге тақырыпты оқи отырып тапсырма: Ресей империясының білім беру жүйесі мен мұсылмандық білім берудің 3 ерекшелігін көрсетіп, кестені толтырыңыз. Білім беру жүйесінің, Ресей білім беру жүйесінің ерекшелігі, мұсылмандық білім берудің ерекшелігі.